Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры идеальный болып шығатын чебурекидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ұнымызды алып 500 грамм ұнымызды електен өткізіп аламыз. Үстіне сұйық май қосамыз және 250 грамм суға илейміз. Және тұз қосуды ұмытпаңыздар. Мен тұзды суға қостым. Араластырып, осылай қамыр қылып илейміз. Қамыр қатты болу керек, кәдімгі лағманның қамырына илейтіндей қатты қамыр илейміз. Осындай қатты болады, тағы бір қайрамында бетін жауып қоямын. Тыну керек, жарты сағаттан кейін тағы қайратын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде салмасы асқабақпен болады. Бірінші пиязды осылай турап аламын. Майдалап турап алу керек болады. Менің қамырым дайын болды. Енді тура оны 2 бөлікке бөлем ортасынан. Одан кейін оны тағы да 5 бөлікке бөлем. Әрқайсысын теңдей қылып, сонда менде жалпы 10 бөлік болады. Олардың барлығын суалап целлофанға салып қоям, тағы да кішкене тынсын, сонда бізге жазуымызға ыңғайлы болады. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде асқабақты суға қайнатып алдым. Үстіне жаңағы турап алған пиязымызды саламыз, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай дайындап алып бір шетке қоямыз. Енді менде қамырым дайын болды. Шетінен алып жаямыз. Ұнымызды сеуіп, ұнды көп сеппеңіздер. Бұл өзі тез жайылады, жаюға жалпы ыңғайлы. Одан кейін тегіс болып жайылатын болады. Қарасаңыздар, осылай қатты қалыңда емес, жұқада емес болады. Енді ортасына салмамызды саламыз да қолымыздың көмегімен біріктіреміз. Одан кейін вилканың көмегімен шетін осылай жасап шығамыз. Енді майымызды қыздырып аламыз, орташа отта пісіріп аламыз. Одан кейін чебурекимізді майға салғаннан кейін осылай қасықпен майды алып, осылай үстіне құямыз. Өйткені сол кезде біздің жаңағы қамырымыз көтеріледі. Осылай екі жағын қызартып аламыз. Осылай қызартып аламыз. Осымен менің чебурекиларым барлығын пісіріп алдым. Қарасаңыздар, өте әдемі шыққан және дәмі де ерекше болады. Тестасы өте жақсы шыққан. Сонымен қатар менің каналымда чебурекидің етпен жасалынған түрі де бар. Ссылкасын қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап шықсаңыз болады. Ұнаса менің видеом лайк баса кетіңіз.